Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім Ас-Софи. Бүгін сіздерге осы торттың барлық құпиясын, қыр-сырымен бөлісетін боламын. Және бұл тортты қалай тез дайындау керек, әрі қолжетімді болатын нұсқасын көрсететін боламын. Және бұл видеоны жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп, осы видеоны сақтап алыңыздар. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін осы төмендегі описаниеден көре аласыздар. Ал кеттік бастайық. Ол үшін біз бірінші жұмсақ сары майға қойылтылған сүтті қосамыз және жұмыртқаны қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің массамыз біркелкі консистенцияда болу керек. Барлығын толықтай жақсылап араластырып алғаннан кейін біз бұған ұн мен қопсытқышты қосатын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде үккіштен өткізіп алған дұрыс. Қамырымыз сонда біркелкі, ішінде кезектер болмай жақсы болып пісетін болады. Осылай ұнды үккіштен өткізіп аласыздар және қопсытқышты да осыған үккіштен өткізіп қосатын боламыз. Енді осы массамызды біркелкі консистенция болғанша тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл жерде миксер қолдансаңыз да болады, миксерсіз мен сияқты жай ғана венчикпен қолдансаңыз да болады. Міне осындай консистенцияда болады. Менікі осындай қоюлы болды, өйткені мен ұнды көбірек қостым. Себебі біз бұның бисквитті коржиктары сәл қалыңдау болғанын ұнатамыз. Және осы массадан 6-7 коржик шығатындай етіп пісіретін боламын. Ал бұл сүтті қыз тортының оригинал рецептінде бұның салмасы сұйықтау болады. Ол үшін тек қана ұнды аздау қосасыздар болды. Сонда сізде 11, 12, 14 коржикқа дейін шығады. Мынау поклан бумагасын қолданамын мен. Бұл аппақ өте жақсы, осыған жабыспайды. Қанша пісірсеңіз де жабыспай жақсы болып шығады. Сары пергаментті бумаганы қолданбаңыздар, өйткені оған жабысып қалады. Қымбатын алып қолданғандарыңыз жақсы, көпке жетеді. Және сіздерге лайфхак, мен бұл пергаменттерді қолданғаннан кейін тастамаймын. Осылай жинап бір салафанға салып қоям, келесі жолы екінші рет қолданғанға жетеді маған. Осы пергамент қағаздарымызға бірінші осылай дөңгелетіп сызып алдым. Үстіне формочканы қойдым да. Енді осылай әрқайсының үстіне салмамызды өстіп, жағып, біркелкі тегіс етіп салатын боламыз. Бір салғанды 2-3 қасықтан салсаңыздар болады. Егер қою болса, сұйық болса, сұйықтау болса, онда 2 қасықтан тоже саласыздар, бірақ прям жұп-жұқа тонкий слой болады. Ол үшін бірақ коржиктарын көбірек қып пісіресіздер. Міндетті түрде 12-14 корж болу керек. Ал менде мынау 7 корж шығады. Өзім әдейі осылай қоюлағып жасап жатырмын. Сонда 7 коржикпен тезірек піседі. Және барлығын алдын ала мен сияқты өстіп дайындап алсаңыздар болады, сосын барып пісіресіздер. 180 градуста 5-6 минут қана пісіріп аламыз. Көп ұстап қоймаңыздар, өйткені кеуіп кетеді. Біздің коржиктарымыз дайын. Осылай, осы қағазымен осылай тұрады. Тортымызды құрастыратын кезде ғана осылай қағаздарынан аламыз. Және бір-бірінің үстіне қоймаңыздар, жабысып қалады. Сол үшін әрқайсысын осылай жеке-жеке қоятын боламын. Мінеки көрдіңіз ғой, мына пергамент қағаздарына жабыспай әдемі болып пісті. Бірден алынады, еш қиындықсыз. Енді осы сүтті қыз тортының кремін жасау үшін біз өте суық сливкиді алып, осылай миксерлейтін боламыз. Біздің сливкемізді міндетті түрде қолданатын алдында морозильникке 5-10 минутқа салып алсаңыздар болады. Мен осы ыдысында морозильникке салып алам, суық қылдырып, сонда өте қою, керемет болып шығады. Өстіп 2-3 минут миксерлеп алғаннан кейін қант ұнтағын салып, тағы да жақсылап тұрып миксерлейсіздер әбден қою болғанша. Және осы торттың кремі бірден жақсы шығу үшін міндетті түрде кішкентай және биік посудаға, ыдысқа миксерлеп дайындайтын болыңыздар кремді. Сонда осындай әдемі қою крем болып шығады. Егер де ыдысыңыз үлкен болатын болса, онда креміңіз қатпайды, іріп кетеді. Просто су болып іріп кетеді.
Сол үшін міндетті түрде ыдысыңыздың көлемі кішірек болу керек. Менікі бұл шамамен 1-1,5 литрлік ыдыс болады. Мінекей креміміз өте қою, тұрақты болып шықты. Енді осылай тортымызды бір-бірден үстіне кремімізді жағып жинайтын боламыз. Айтпақшы, бұл кремге оригинал нұсқасында творожный сыр қосылады. Бірақ мен қосқан жоқпын, себебі қолжетімді нұсқасы болсын деп осылай жасадым. Творожный сырды қоспасаңыздар да дәл сүт тығыз торты болып шығады. Ал творожный сырды торттың осы кремі өзінің формасын ұстап тұру үшін, әсемдеген кезде өзінің формасын ұстап тұру үшін соны қосады. Онымен әрине одан да дәмдірек болады, бірақ осылай жасасаңыздар да тортыңыз дәл сол сүт тығыз тортындай болады дәмі. Енді сыртын әсемдейтін боламыз. Сыртын қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Ал мен осылай жаңағы коржықтарымыздан қалған крошкалармен әсемдейтін боламын. Достар, сіздерге менің нұсқамдағы осы сүт тығыз тортының рецепті ұнаған болса, және видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, осы арнама тіркеліп, лайк басып және комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Бұл торт өте дәмді, ауызға салса еріп кететіндей жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Мен бұл тортты қазір бірден кесейін деп жатырмын. Пропиткаға қойған жоқпын. Соның өзінде қараңыздар, қандай жөп жұмсақ дәмді болып шықты. Айтпақшы, бұл торт менің жолдасымның ең жақсы көретін торттарының бірі. Әрдайым осы тортты жаса, осыны жаса дей береді. Қонақ күтетін кездерде осы тортты жаса деп. Мінекей біздің керемет, тіл үйіретін дәмді молочная девочка тортымыз. Кесіндісін қараңыздар, қандай жұмсақ. Ешқандай пропиткасыз бірден кескеннің өзінде осындай дәмді жұмсақ болып шықты. Ал бұл жерде уже 4-5 сағат пропиткада тұрғаннан кейінгі түрі өте дәмді, өте жұмсақ. Жартысын уже жеп қойдық. Пропиткаға қоймайық, дайын болған күйде бірден жеп қойдық. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналымды қолдап, осы рецепті сақтап алыңыздар. Сіздермен болған Айгерім Софи.